өзіңіз. Тележурналисттер әсіресе эфир жүргізетін қыз-жігіттер беттеріне грим жасамай эфирге шықпайды. Қыздар жарайды, жігіттерге не жорық дейтін шығарсыз. Студиядағы жарық, цифрлы камера беттегі кемшіліктерді, тыртықтар мен дақтарды анық көрсетеді. Сондықтан оны бояп, мейкап жасау қажет. Бетті әрлейтін арнайы мамандар бар, олар шашты да қалпына келтіріп береді. Қарапайым тілшілер де съемкаға шығар алдында беттері мен шаштарын жөндеп алады. Барлық әдемі кадр үшін бұл жұмысты өзіңізде үйреніп алуға болады. Ол үшін беттің түсіне қарай тоналка мен пудраны таңдап алу керек. Шашты феммен кептіріп, лакпен қатырып тастау қажет. Журналист болғысы келетін жастар үйде жасай ала ма осы мейкап? Мейкапты үйде жасай алады, бірақ үйрену керек. Себебі камераның алдында бет жылтырлап тұрмау керек деген сияқты. Қандай косметика қолданса болады? Арнайы профессионалдық түрде косметикалық қолданған дұрыс. Себебі кейбір тональный кремдер жылтырап тұрады. Матовый тоналка жақсы. Өзің қайдан үйрендің? Мен өзім Арнайы курстар бола ма? Арнайы курсқа барып, бір ай көлемінде оқып үйрендім. Ал енді телеарнаның өзінің бір ерекшелігі бар шығар, иә? Әрине. Әрине. Себебі көптеген камераға арналған мейкап түрлері болады. Яғни бетті арқып көрсететін, иә? Контур жасаймыз. Жоғарға қараңыз. Жоғарға. Енді пудрамызды алып, пудра жағамыз. Сізге түсі қоңырлау пудра жағамыз. Себебі ақ түске тым аппақ болып кетеді. Сізге натурал цвет жағамыз сол үшін. Тональный кремнің бары білінбей тұру үшін қоңыр цвет жағамыз. Пудрамызды жағып болдық. Енді бетімізге контур жасаймыз. Алдымен мұрнымызды жасап аламыз. Қырмұрын қылу үшін? Қырмұрын қылу үшін мұрынға контур міндетті түрде жасаймыз. Енді кішкене ғана контур жасаймыз. Астыңғы майларыңыз көрінбей тұру үшін. Мен дайынсыз. Сау болыңыз.